Қамаудағы өмір, соңғы бөлім. Авторы Айдана Істілеуова, оқыған Ақерке Сманова. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Сәуле сол тігетін шағын швинаға жұмысқа тұрды. Сәуле үшін еш қызықсыз, мәнсіз уақыт өтіп жатқандай. Інісінің үйленемін деген сөзі де маза берер емес. Бір бөлмелі пәтерде келінмен қалай тұрамын деген ой да жеп барады. Басқа жанның етегінен ұстап кетейін десе, оған сөз салған ешкімі жоқ. Жұмыс пен үйдің ортасында жүрген Сәуле басқа ортаға баруға шыны керек қорқатын еді. Бір демалысында базарға шыққан еді. Тағдырдың жазуы ма, сәйкестік пе, алғашқы махаббаты Бақытбекті жолықтырып қалды. Кезіндегі 18-дегі арудай жүрегі дүрсілдеп, екі беті қызарып, қобалжи бастады. Бақытбек те Сәулені көргенде тілі көрмеліп, сәлем деген сөзді әзер айтып, қызды құшақтап, құшағынан жіберер емес. Сәуле ұялып барады. Көпшіліктің көзінше құшақтасып тұрғаны ерсі көрінгендей. Сәуленің қолынан қысып ұстаған Бақытбек, сені қатты сағындым, жүр бірге отырайық бір жерге дейді. Үнсіз келіскен қыз, ішіндегі өткен сезімдері қайта басталғандай. Әттең-ай, осы қолдар қысқан күйі мәңгі қолымды жібермесе екен. Бірақ ол отбасылы жан, мен бұлай орынсыз армандауды доғарайын деп өз ойымен арпалысып келе жатқанда шайханаға жетті. Екеуі сөздерін неден бастарын білмей, сенің жазықсыз екеніңді білемін. Сол күні мен саған барған едім. Үй жағында полиция көлігі тұрған. Есікті қаққанда ішімдік ішкен анаң сенің отырысқа кеткеніңді айтқан еді. Одан кейін қайғылы жағдайды естіп, полиция бөлімшесіне түсінік беруге бардым. Олар Сәуленің ісіндегі жалғыз куәгер ретінде шақырамыз деп айтқан, бірақ шақырмады. Қаншама рет бөлімшеге барғанда әлі тергеу жүріп жатыр, өзіміз шақырамыз деген сылтаумен Бақытбекті сотқа мүлдем шақырмаған екен. Ал Сәуленің соты болғанда ешқандай куәгер болмады деген жалған мәлімет айтылған еді. Кейіннен ғашығының 15 жылға сотталғанын естіген Бақытбек тағы полиция бөлімшесіне барып шу шығарғанда 3 күнге қамауға алды. Бастығы жеке шақырып, сен бала тыныш жүр, әйтпесе сен де сол іске қатысың бар деген күдікпен біраз жылға кетуіңе көмектесемін. Аузыңа ие болсаң, бәрі жақсы болады. Енді боссың, тыныш жүр, одан да басқа қорқытулар болды. Осындай жағдайдан кейін Бақытбек аузын аша алмай, үнсіз, амалсыз жүруіне тура келген еді. Ұзақ сырласқан екі ғашық сол кеште бірге қыдырып, бозбала мен бойжеткен секілді қонақ үйге бірге түнеді. Қаншама рет сезімді жиып, отбасылы Бақытбекті ойламайын десе де, жүрек деген жұмыр нәрсеге әмір жүрер емес. Уақыт өте бір сөзбен айтқанда, Сәуле Бақытбектің көңілдесіне айналған еді. Бақытбектің балаларының алды есейген бозбала. Кәсібі сол дүкендері көбейіп, кәсіпкер деген аты бар. Бастапқыда бұл ара қатынасты тоқтатуға талпынған еді. Бірақ Сәуле бұрынғы мейірімді, аңғал қыз емес. Кезінде Бақытбектен бекер бас тарттым. Енді сүйгенімді жоғалтпаймын. Мына өмір мені жазықсыздан жазалап, қызықты сәтімнен аяусыз айырғанда, мен неге басқаларды аяуым керек деген ой қалыптасты. Бақытбек жеке пәтер жалдап екеуі бір тұрып жатты. Отбасылы болғасын Бақытбек ара-тұра келіп тұрады. Бұл қатынастарын білген Бақытбектің әйелі талай шу шығарды.
Десе де екі ғашық әлі күнге дейін сол сезімдері өшпей бірге тұрып жатыр. Ғашығынан қасынан кетпеуін өтінгенде қара шаңырақтағы әке-шешесін тастай алмайтынын айтқан болатын. 4 жылдай бірге тұрса да Сәуле балалы бола алмай жүр. Қаншама рет көтерді, бірақ айға жетпей түсік тастайды. Көрінбеген дәрігері қалмады. Ешқандай мәселе жоқ деп шығарып салады. Кейіпкердің сөзі: менің бар жазығым сүйгеніммен бірге болу. Сол үшін де қарғыстың неше түрін естіп жатырмын. Қазіргі таңда жасым 40-қа таяп қалды. Көз алдыма Бақытбектен басқа жанға жар болуды мүлдем елестете алмаймын. Бұл әңгімені біреуге сабақ болсын деп жазбадым. Тек бұл өмір маған неге сонша қатыгез болды екен? Әлі де сол сұраққа жауап таппадым. Бірақ Бақытбекке алғысымды айтамын. Әлі күнге дейін екеуміздің махаббатымыз үзілмеді. Осы өмірдегі жалғыз қуанышым осы шығар деп кейіпкер сөзін аяқталды. Осылай аяқтаған кейіпкерге Алла бақытты болсын деп тілейміз. Соңы